Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде бақа көрсеңіз, ол қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде бақа немесе құрбақа кірсе, жүкті боласыз, қонақ күтесіз, қыз кезіктіресіз, сәтсіздікке, кедергіге ұрынасыз, қу адамға кезігесіз, өтірікке, ұрыларға тап боласыз. Судағы бақа табысты білдіреді. Көп бақа ауруды, бақылдаған дауыстарды есту, мақтау, үйден шығарып жіберу, жақын адамның өліміне. Бақаны жеу дертке. Бақа қызық болып көрінсе де, түсіңізде көрген бақа бейберекет өмірді білдіреді. Бақуат өмір сүресіз. Ол сізге секіріп қорқытса, сіздің ашыныңыз бар. Бұндай байланыс жақсы ештеңеге жеткізбейді, сондықтан кеш болмай тұрып, оны үзіңіз. Сізді тістеп алғысы келсе, үйде отырамын деп қызықты танысуды жіберіп алуыңыз мүмкін. Бақаны түсінде көргеннен кейін ұзақ уақыт бойы мазалап жүрген қорқыныштарыңыздан арыласыз. Құрбақаны түсінде көру көбіне жақсы белгі. Ол пайда мен олжа туралы сыр шертеді. Бірақ құрбақа жаман белгі де бола алады. Ол жалған даналықтың, қара күштің және сізге жіберілген қарғыстың да нышаны болуы мүмкін. Және бақа өмірде кезіктіретін қу және арам адамның көрінісі. Сізді біреу өз мансабында қолдану үшін тұзаққа түсіргісі келеді. Әйел адам бұл түсті көргеннен кейін жанында жүрген еркектің ойыншығына айналмауы үшін сақтану шарт. Жалпы бақаны көрген адам жеңілтек болуды доғаруы керек. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.